Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 82-ші сабақтың тақырыбы сөз құрамы туралы не білдім? Сабақтың мақсаты: сөздерді сөз құрамына қарай талдай аламын. Тақырыбына қарап, мәтін мазмұнын болжаймын. 76-шы жаттығу. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Ең қымбат байлық. Ертеде бір шалқау: "О, жаратқан ием-ай! Жарық дүниеге келген соң дәулеті шалқыған бай етіп жаратсаң етті. Ішсем тамаққа, кисем киіме жармай жүрген түрім мынау", деп уайымдапты. Оның мұңын естіп қалған бір ақсақал: "Шырағым, сен андағы екі көзіңді маған сатшы, мен саған қалағанша алтын, күміс берейін", дейді. Жігіт ашуланып: "Екі көзден айырылғаннан кейін сіздің алтын, күмісіңіздің керегі қанша?" дейді. Сонда ақсақал: ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы. Сен сияқты 12 мүшесі түгел адам, бай адам, оны ешқандай алтынға айырбастап ала алмайсың", деген екен. Қарамен жазылған сөздері бар сөйлемді көшіріп жаз. Сөздерді сөз құрамына қарай талдап, белгілермен сызып көрсет. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер бар сөйлем, бұл соңғы сөйлем. Ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы. Сен сияқты 12 мүшесі түгел адам, бай адам, оны ешқандай алтынға айырбастап ала алмайсың, деген екен. Сөйлемді көшіріп жазып, ішіндегі қарамен жазылған сөздерді талдап көрейік. Бірінші: адамның түбірі адамның деген әлек септігінің жалғауы. Келесі: байлығы түбірі байлық жұрнақ тәуелдік жалғауының үшінші жағында тұр. Келесі: денінің түбірі ден тәуелдік жалғауының үшінші жағында тұр. Нің әлек септігінің жалғауы жалғанып тұр. Келесі: саулығы түбірі саулық жұрнақ тәуелдік жалғауының үшінші жағында тұр. 77-ші жаттығу. Ойлан, тап. Жібектің інісі туық тиіп ауырып қалды. Қанша дәрі ішсе де ем болмады. Жібек інісіне қатты жаны ашыды. "Сиқырлы дәрі тапсам ғой", деп армандады. Дерек көздерден ақпараттар іздеді. Сөйтіп інісіне шипа болатын ем тапты. Ол қандай ем деп ойлайсың? Дәріден басқа тағы қандай ем қолдануға болатынын дерек көздерден ізде. Жалпы ем ретінде қазақы ем қойдың майымен сылауға болады. Бұл суық тиіп ауырған кезде таптырмас емдердің бірі. Және де оның сыртында қосымша тағы да дерек көздерден қарап көріңіздер. 78-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. 32 мықты қаз қатар боп шықты. 16-сы асты, 16-сы үсті. Жұмбақтың шешуі бұл тіс болады. Шешуіндегі сөзге қосымшаның бірін жалғап жаз, дәлелде. Тіс сөзіне егерде қосымша жалғайтын болсақ: тісімді түбірі тіс, тәуелдік жалғауының бірінші жағы, табыс септігінің жалғауы болып тұр. Шығармашылық үзіліс. 79-ші жаттығу. Коньки теуіп жүріп, байқамай бір қызды қағып кеттің. Ол құлап қалды. Осындай жағдайда не істер едің? Бірінші: кешір дейсің де кете бересің. Екінші: қыздың тұруына көмектесесің, оның өзін қалай сезінетінін сұрайсың және кешірім өтінесің. Үшінші: мен әдейі істеген жоқпын деп әрі қарай кете бересің. Әрине, бұндай жағдайда қыздың тұруына көмектесіп, оның қалай сезінетінін сұрап және де одан кешірім өтінеміз. Бұл үлкен мәдениеттіліктің белгісі. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, міндетті түрде арнама жазылып, лайк басып, төменге пікір қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта жолыққанша, хош, сау болыңыздар.